Қайырлы күн достар, сіздермен Айжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін анамның рецебімен нан салма жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Ыдысымызға суымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз електен өткізілген болуы қажет. Июін қандырып, орташа тығыздықта қамыр илеп демалдырып қоямыз. Бетін жауып, енді керекті заттарымызды дайындаймыз. Етімізді турап аламыз. Менде сиырдың еті, кез келген етті пайдалансаңыздар болады. Қатты үлкен, немесе қатты кішкентай емес, орташа көлемде турайтын боламыз. Заттардың мөлшерлерін описание бөлімінен көре аласыздар. Видео ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Етім майсыз болғандықтан мен аз ғана құйрық май қостым. Қалауыңызша қосамыз. Пиязымызды майдалап турап аламыз. Және де картобымызды да туралап салмасын дайындап алатын боламыз. Подливын. Бізде нан салма дейді. Сіздерде бұл тағамды қалай атайды? Комментарий бөліміне пікір қалдыра кетіңіздер. Енді мен қолдың сары майын қолдандым. Қамырға жаққанға бірінші қолдың сары майын күйдіріп, қазаныма ыдысқа бөлек құйып алған болатынмын. Қолдың сары майымен нан салма өте дәмді шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Егерде қолдың сары майы көбірек болса, подливіңізді де осы қолдың сары майына қуырсаңыз өте керемет шығатын болады. Бөлек ыдысқа құйып, кәдімгі ақ май құйып қазаныма етім мен пиязымды қуырып бастадым. Орташа отта пиязымыз салып, қазанымыздың бетін жауып қоямыз. Өзі буымен жақсылап пісетін болады. Осы кезде қамырымызды тағы бір илеп, июін қандырып қоятын боламыз. Екі зуалаға бөліп қойсаңыздар болады, сонда июі қанып, жайғанға жеңіл болатын болады. Етіміз қуырылып жатыр. Картобымызды салып қуыратын боламыз. Осы кезде дәміне қарай тұз саламыз. Тұзымызды осылай қуырып жатқан кезде қоссақ, тамағымыз өте дәмді шығады. Томат пастасын қосып, жылы су құйып қайнататын боламыз. Және де кептірілген укроп, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады, ол қалауыңызша. Жылы су құйып, 1,5-2 сағат орташа отта қайнататын боламыз. Подливіміз дайын болғанша қамырымызды жаямыз. Менде 2 зуала қамыр шыққан болатын. Осылайша орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты жұқа немесе қатты қалың болмау керек.
15-20 минутқа қамырымызды жайып қоямыз. Сонда кеуі туралғанға әдемі болып жабыспай тұратын болады. Осылайша оқтаудан босатып алып, осындай қалыңдықта қамырымызды кесетін боламыз. Қамырымызды кесіп болғаннан соң барлығын ашып, бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Суымызды қайнатып қоямыз. Суға тұз салып қайнатып қоятын боламыз. Қайнап тұрған суда 5-7 минутта пісіріп аламыз. Мінекей қамырымыз қайнап, ақ көбіктер шықты. Ақ көбіктер басылуы қажет. Сол кезде қамырымыз пісті деген сөз. Міне ақ көбіктер тарқады. Осы кезде мұздай салқын су құйып, қамырымыз жиырылады. Енді қамырымызды шолпының көмегімен алатын боламыз. Легенге алдық. Енді жаңағы күйдірген сары майымызды қамырымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін жақсылап жағып шығамыз. Қазандағы подливамызды бөлек ыдысқа салып алған болатынмын. Енді қамырымыздың бетіне қосып ұсынуымызға болады. Нан салма өте дәмді шықты, барлығы тойып, тауысып қойды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.